Жаман жолдас. Екі дос кісі жолдастасып келе жатып, бір аюға ұшырасыпты. Бұл екі кісінің біреуі әлсіз, ауру екен. Екіншісі мықты жас жігіт. Аюды көрген соң бұл жігіт ауру жолдасын тастап, өзі бір үлкен ағаштың басына шығып кетеді дейді. Ауру байғұс ағашқа шығуға дәрмені жоқ, жерге құлады да, созылып өлген кісі болды да жатты. Есту бар еді, аю өлген кісіге тимейді деп. Аю бұл жатқан кісінің қасына келіп, иіскелеп тұрды да, дыбысы білінбеген соң тастап жөніне кетті. Мұнан соң манағы жолдасы ағаштан түсіп аурудан сұрапты. Достым, аю құлағыма не сыбырлап кетті? Ауру айтты дейді. Аю құлағыма ақыл сыбырлады. Екінші рет тар жерде жолдасын тастап қашатын жолдастармен жолдас болма дейді.